Ассалаумағалейкум достар. Мен сіздерге бір нәрсе айтқым келіп отыр. Бүгін байқағаным, стримде отырдым бүгін. Жастармен де көп сөйлестім. Сол кезде адамдар саяси тақырып нені біледі ғой мені. Саяси тақырып қозғап сұрап жатқан кезде жастар қашқан жоқ бұл нәрседен. Шығып эфирден де шығып кеткен жоқ. Керісінше сөйлесіп, сұрап, қызығып, пікір алмасып жатты да. Қорықпай, сұрап, бұл болашақ. Менің айтып қақсап жүргенім осы. Жастар елді өзгерту керек, жастар саяси сауатты болу керек, жастар сұрақ қою керек билікке. Неге былай болып жатыр? Неге біз жетіспеушілікте жүрміз? Неге біздің ата-аналарымыз 2-3 жерде жұмыс істейді, қиналады, өйтеді, бүйтеді деген сияқты қоғам қалыптасу керек. Осылай қоғам қалыптаса беретін болса, Қазақстан сол уақытта ғана жақсы өмір сүреді. Ешқашан 1-2 адам билікке келіп бәрін өзгерте алмайды. Ешқашан өзгермейді. Олай болмайды. Қоғам өзгертеді. Сол кезде ғана жетістікке жетеміз, сол кезде ғана жақсы тұрамыз, сол кезде құнымызды, бағамызды білетін боламыз. Рахмет, аман болыңдар.